Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге Education Gate Абдулмажид. Бүгін сені құрылыстағы экономика және менеджмент білім беру бағдарламасымен таныстырғым келеді. Бұл білім беру бағдарламасы қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс білім беру бағдарламаларының тобы құрамына кіреді. Құрылыстағы экономика және менеджмент бұл күрделі құрылыстағы жалпы экономикалық заңдардың көріну формаларын зерттейтін салалық ғылым. Білім беру бағдарламасына оқуға түсу үшін ұлттық бірыңғай тестілеуде математика және физика таңдау пәндерін тапсыру керек. 2021 жылғы мемлекеттік білім беру гранттарын тағайындау конкурсының нәтижесі бойынша грантқа оқуға түсудің шекті ұпайы 60 ұпайды құрады. Білім беру бағдарламасы бойынша оқыту қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жүргізіледі. Бұл білім беру бағдарламасы бойынша оқу барысында студенттер қосалқы мердігерлерді ұйымдастыру және байланыстыру, ілеспе құжаттаманы жобалау және әзірлеу, сметаны жүргізу, аумақтарды дамыту, жылжымайтын мүлікті басқаруды үйренеді. Смета ісін баға белгілеуді, заманауи экономиканың құқықтық негіздерін зерттей отырып, түлектер инвестициялық құрылыс жобаларын басқара алады. Біздің түлектер Қазақстанның BI Group және Basis A сынды алдыңғы қатарлы сәулет құрылыс компанияларында жұмыс істейді. Құрылыстағы экономика және менеджмент бағыты бойынша мамандар инженер-экономист, инженер-сметашы, жұмыс өндіруші, құрылыс жобаларының менеджері болып жұмыс істей алады. Сонымен қатар түлектер оқуын магистратурада жалғастыра алады. Білім беру бағдарламасы бойынша барлық мәліметпен таныс болдық. Сіз дұрыс таңдау жасайсыз деп сенемін. Өз салаңның маманы бол да Казгасаға оқуға түс.